Қымбатты көрермен, енді ол жігіт әлеуметтік желілердің жұлдызы болса да, көп нәрсені жасырмайтыны анық, бірақ дегенмен де баршамызға беймәлім бір ерекше қыры бар екен. Қазір ортаға шығатын Азамат Төрехан. Ұлттық арнаның көрермендері енді жаңада айтып жатыр, менің отбасым маған сыйлық дайындап қойыпты. Мен негізі шынымен де тосын сыйлық деген нәрселерді өте қатты жақсы көрмеймін, бірақ мына қорапты ашып көрейік. Наргиз маған көмектесіп жібер. Ашып көрейік. Қазір. Ой! Бұл менің ұлымның суреті. Қазір Астанада менімен бірге, менің тұңғышым қазір 9 ай, қазір залда отырып маған тікелей қолдауын білдіретін болады. Сыйлықтарыңыз ұнады, отбасыма көп-көп рахмет айтамын қолдауына, барлықтарыңызды жақсы көрем. Эфирде мені қолдайсыздар деген үміттемін, өзімнің оқырмандарымды да барынша дайындап қойдым. Бұйырса, жеңістің кімдікі екенін бірге дайындап, бірге білетін боламыз. Сондықтан да көп-көп рахмет, дауыс беріңіздер. Удачи. Концерт кезінде, түсірілім кезінде маған макияж жасауға тура келеді, бірақ шынымен макияж менің терімді әбден шаршатты. Мен сізге L'Oréal Paris Revitалит С дәруменін қолдануға кеңес беремін. Ол бетті жақсы ылғалдандырады және макияж мінсіз тегіс жағылады. Бұл менің теріме келе ме? Я, әрине, Revitалит С дәрумені әмбебап және терінің барлық түріне жарамды. Азамат, сен осы қандай журналдың басты бетінде тұрғың келер еді? Forbes-тың басты бетінде бүйтіп тұрмағасын. Жаман емес, жаман емес. Блогер, бизнесмен, әнші, биші. Сымбатты десің. Сымбатты. Солай бір танымал, мега жұлдызсың, е? Мен сенің тәлімгерімін. Айтпақшы, Азамат, сенен сұрағым келіп тұр. Өнер жолындағы адам үшін 3 маңызды нәрсе. Еңбектену керек, ізденісте болу керек, өзің талантты екенін, өнер адам екенін дәлелдеу керек. Өте жақсы, мен сенімен келісемін. Бірақ дегенмен де бір нәрсені ұмытып кеттің. Ол деген біздің отбасымыз, е? Иә. Ондай болса саған кішігірім бір тосын сый жасағым келіп тұр. Дайынсың ғой? Қыздар, кіріңдер! Қандай күшті! Сәлем, отам, сәлем. Мен ойымша, жаңа жыл тосын сыйға толы болу керек. Сол керемет тосын сыйлардың бірі бүгін Азаматтың отбасымен жақынырақ танысу мақсатында. Міне дәл осы жерде өтті. Тәлімгеріміздің тапқырлығы және де бізбен танысамыз деген өзінің ниетіне мен өзім қатты тәнті болдым. Бұндай тәлімгер басқаларда жоқ сияқты деп ойлаймын. Айнұр екеуміз Құлсарыда бір мәдениет үйінде таныстық, бірге өстік. Жан дос болдық екеуміз. Дос болдық, өте қатты тығыз қарым-қатынаста, бірімізге сырымызды айтып сөйтіп жүретінбіз. Бірақ ол кезде біз жүреміз, енді үйренеміз, біздің баламыз. Ондай жоспар болған. Біз оқып жүрген студенттер болдық. Айнұр ұзаққа дейін қараған жоқ маған. Мен жүгірдім оны. Неге қарамадың? Әпәтем жігіт. Түрі десең түрі бар. 2021 жылы бір үйде жалдап тұратынбыз. Жігіттер, қыздар болып. Сол кезде біздің тұрып жатқан үйіміз өртенді. Ол кезде Айнұр тек қана үйде құрбылармен ғана болды. Біз жігіттер жағы тек қана жұмыста болдық. Сол кезде Айнұр маған қоңырау шалып, біз өртеніп жатырмыз деді, бірақ мен ол кезде пранк деп ойладым. Мені біз ол кезде үйреніп қалғанбыз, пранк деп ойлап. Сөйтіп келген кезде шынымен де көрдім. Қауіп кезіндегі есік бар ғой. Содан адамдар бері қарай төгіліп жатты, ал мен керісінше кейін қарай ішке қарай жүгірдім сол кезде. Қыз кәдімгідей курткамды шешіп, мен іші көк түтін. Иә, іші көк түтін. Ішіне көрінбейді. Баспалдақпен жоғары қарай көтеріліп, 16-шы қабаттан Айнұрды құрбыларымен алып шыққан болатын. Біздің 11 жастан басталған достығымыз қазіргі таңда осындай махаббатқа ұласып, қазіргі таңда отбасы құрып, Алан дейтін ұлымыз бар. Сүйікті жарым маған түсінігі де өте ұнады. Бір-бірлеріне деген өте сондай жарасатын жұп.
Мен де өзімнің жұбаймен танысқан сәтім есіме түседі. Біз мүлдем ол кісі мысалы өнерге ешқандай қатысы жоқ. Дегенмен де бір тағдырдың бұйрығы бойынша кәдімгідей осы жаңа жыл қарсаңында 30 желтоқсан күні қарбалас кезеңде мен жұбаймен таныса қаламын ғой. Қазіргі таңда өте бақыттымын. Құдайға шүкір сіздерге де қарап. Жолыңыз берсін. Тамсанып отырмын, иә. Өнерлі отбасы жасасын. Ылғи да қол созып бірге жүріңіздер. Ғашық оты жанады, жана берсін. Жұбайлардың жолдары бола берсін. Біздің азамат міндетті түрде жеңіске жетсін. Менде жауапкершілік 2 есе, 3 есе, 4 есе, өйткені менің анамның, жалпы отбасымның, келіншегімнің арманы бар. Жалпы өзім отбасымды алға жетелейтін азамат ретінде олардың армандарын міндетті түрде орындауым керек деп ойлаймын. Жалғыздықтың күйімен бас кештім бағына, бірге өткізген күндерді сағынды. Арасынан іздедім бейнеңді сағына, қайрылмастан кетердей не қалды. Сағындым мен, сағынамын жаным, жазығым не жетелейді сағым, не жаздым саған арманым, атпайды сенсіз таңдарым. Күндіз түні ойлаумен өзіңді сағындым. Айрылысқан күндерім нағыз мұң. Кете бардың отына жандырып тағдырды. Қайрылмастан кетердей не қалды. Сағындым мен, сағынамын жаным, жазығым не жетелейді сағым, не жаздым саған арманым, атпайды сенсіз таңдарым. Hey, hey, oh, yeah, yeah. Сағындым мен, сағынамын жаным, жазығым не жетелейді сағым, не жаздым саған арманым, атпайды сенсіз таңдарым. Нәзік күнмен жаралап жанымды, қара түнмен теңедім таңымды, махаббат сезім орманы, адастым таңсым жолдардан. Жалғыздықтың күйімен бас кештім бағына. Азамат Төрехан! Нағыз финалға лайық бастама болды. Не деген экспрессия, не деген актерлық шеберлік. Браво! Төлеген мырза, сізге ұнады ма? Енді Азамат бір саттан бір сатыға көтеріліп келе жатқан секілді. Алғашқыда әлгінде айтып кеттіңіздер, бір тәлімгерім бұрылса, қазір бәріміз Азаматтың өнеріне тән етіп, өте сонда риза болып отырмыз. Музыканы іштей бүкіл жан дүниесімен сезетті. Соны өзінің ішкі сезімі ғана емес, бүкіл өзінің келбетімен музыканы көрермендерге сыйлап береді. Сондықтан мына көрдіңіз ғой, көрермендердің бұған деген қандай ыстық ықыласын. Сондықтан айналайын, Азамат,
нағыз артист боласың, нағыз үлкен сахналарда билеп алатын бір қазақтың азаматы боласың. Сондықтан жеңістен жеңіске жете бер. Әумин. Айтқаныңыз келсін. Айтқаныңыз келсін, көп рахмет. Жанар, сіздің пікіріңіз қалай? Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, студия қонақтары, баршаңызды келе жатқан мерекемен шын жүрегімнен құттықтаймын. Азамат әдеттегідей қандай мұңлы ән айтса да бәрібір көңіл күйді көтеріп жібересің. Шынымен де актерлық шеберлігің, сахнада өзіңді сезінуің, ұстанымың, барлығы шынымен де позитивті энергия береді көрерменге, тыңдаушыға. Сондықтан да сен 100% сахна үшін жаралған адамсың. Осылай керемет, өте жоғары деңгейде біздің бүгінгі кешіміздің шымылдығын ашқаның үшін көп рахмет. Маржан, енді сізге қарасам бір мақтаныш сеземі кернеп тұрған сияқты. Уф, деп бір жүк түскендей болды ғой, иә. Қайырлы кеш, қазақ елі, Қазақстан тұрғындары, келе жатқан жаңа жыл мерекесі шын жүректен баршамызға құтты болсын. Енді бұл жобаны қимаймыз, шыны керек. Ең соңғы түсірілім, эфир, әр қаратай не істейміз, балаларымызбен қалай енді көріспейтін болдық қой деген бір қимастық сезім бар, шыны керек. Әдемі бастама, Азамат жайында көп айта берсен көп уақыт керек. Жақын арада отбасымен таныстық, анасымен таныстым, келіншегімен, баласымен жақынырақ дегендей. Сондай Азаматтың қарапайымдылығына, шынайылығына, өз еңбегімен келе жатқан сондай еңбекқор адамды тағы да көріп, көзім соған жетті. Мен ойымша Азамат өте жақсы бір көрсеткіш, әдемі өзінің өнерін көрсетті деп білемін. Бұл жерде экспрессия да болды, сезім де болды, сағыныш та болды, вокалын да көрсетті, ашылып былай айтқанда вокалын көрсетіп, мелизму дейсіздер ма, оны да жасады, би де енді билеуге келесі жол билейсің, келесі белексте келіп тұрды, сондай жан жақты Азамат меніңше. Мен өте мақтанамын, мен сенен мақтанамын, мен саған сәттілік тілеймін, мен жеңіс тілеймін саған. Сол үшін әрине әдеттегідей, бұл әдет болсын мейлі, бірақ соңғы рет біздің сұрайтынымыз, Азамат екеуміздің бірігіп сұрайтынымыз сіздерден бір ғана, ол дауыс беріңіздер, қолдау көрсетіңіздер. Азамат оған әбден лайық. Рахмет, Маржан ханым. Қымбатты көрермен, егер сізге Азаматтың өнері ұнаса, міндетті түрде экрандағы QR-код арқылы өтіп, дауыс бере аласыз. Бірақ дауыс беру барлық қатысушылар өнер көрсетіп болған соң ресми түрде ашылады. Ал сіздер үшін ән шырқаған Азамат Төрехан.